Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет болып шығатын қауыннан пирог жасайтын боламыз. Жасалу жолы да өте қызық, сондықтан видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әлі де көп рецепттер болады. Ең алдыменен осындай қауынымызды төрт бұрыштылеп осындай майда бөліктерге бөліп аламыз және жұмыртқамызды салып блендермен езіп алатын боламыз. Мөлшерлерін описаниеге қалдырып кетемін. Енді сұйық майымызды құямыз, қантымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Содан соң електен өткізілген ұнымыздың үстіне разрыхителімізді саламыз. Салып, осылай бөліп салып, жақсылап араластырып аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осылай ыдысымызға салып аламыз. Менде 22 сантиметрлік болды. Содан соң бетіне қауынды осындай төрт бұрышты қылып кесіп салсаңыз да болады, салмасаңыз да болады. Мен кесіп салдым. Енді 2 ас қасық қант ұнтағын немесе қантты осылай салып шығамыз бетіне. Мен қант салдым. Содан соң 50 грамм сары майды ерітіп, бетіне өстіп құйып шығамыз. Жасалу жолы ерекше, әрі өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер. 180 градуста 15-20 минутта пісіріп алдым. Дайын болды пирогымыз. Толықтай суытамыз, содан соң барып кесеміз. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.